Қонақ келгенде дайындайтын тамаша салаттың рецептісін таптым. Ендеше тамашалаңыздар. Ең алдымен соленый огурцыларымызды жақсылап соломка етіп турап аламын. Содан кейін қолдан жасалған өзіміздің колбасаны осылай турап шығатын боламыз. Келесі кезекте жұмыртқаларымызды турап аламыз. Суға қайнатылған жұмыртқалар. Ендігісі дәл осындай үлкен ыдысқа алып, бүкіл ингредиенттің барлығын араластыратын боламыз. Колбаса, соленый огурцы, жұмыртқаны, кукурузбен, сухариден қосамыз. Кез келген кирешкеден де пайдалануға болады. Ешқандай тұз бұрыштың қажеті жоқ, тек қана бір осындай үлкен қасықпен майонез салсаңыз жеткілікті. Араластырамыз. Мынандай лаваштан корзина жасайтын боламыз. Ол үшін бүйтіп лавашты аккуратно салып жібересіздер де ортасын басып тұрасыздар. Ортасын жақсылап басып тұру керек болады. Ішкі жағын, сыртқы жағын барлығын жақсылап қызартып тұрып қуырып алатын боламыз корзинамызды. Қатты күйдірмей, осылай золотистый қылып дайындаймыз. Соңғы этабы, яғни бұл корзиналарымызға мынау жасалған колбаса қосылған, соленый огурцы қосылған салаттарымызды салып шығамыз осылай. Укроптан шашып қоямыз бетіне, жұмыртқадан да салып шығуға болады. Дәмді салаттардан ауыз тиейік. Маған тіркеуді ұмытпаңдар. Лайк, комментарий жазуды да ұмытпаңдар.